Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге бауырсақтың ең оңай рецептін көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен осындай ыстық су қажет, қолды күйдірмейтіндей үстіне тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап ертіп араластырып аламыз. Одан кейін дрожжімізді салып, онда араластырып, бетін 2 минутқа жауып тындырып қоямыз. Тынған суымызды енді ыдысқа салып, үстіне ұн сала отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Оның алдында 1 қасық өсімдік майын салып жіберуді ұмытпаңыздар. Онда міндетті түрде бөліп салып отырып, жұмсақ қамыр дайындау керек. Ешқашан барлығын бірден салып жібермеңіздер. Ол кезде ондай жағдайда сіздің қамырыңыз қатты болып қалады. Ал бізге өте жұмсақ қамыр илеу керек. Қыздар, осылай қамырды мыжып жақсылап илейтін болсаңыздар, сіздердің ұндарыңыз жақсы араласып, ешқандай комочка болмай, еш жері қатты болмай, бірдей массада қамыр дайын болады. Қараңыздар қыздар, бізде өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді оның бетін жауып, жылы жерге тыңғанша қойып қойыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын. Жақсылап ашыды, жақсылап көтерілді. Енді біз оны алып, зуала дайындайтын боламыз. Қамырды алатын кезде қолдарыңызды осылай ұнға батырып алсаңыздар, қамыр сіздердің қолдарыңызға жабыспайды. Тақтайымызға ұн сеуіп, қамырымызды жақсылап зуалаға келтіреміз. Зуаланы кішкене тындырып, сосын үстінен осылай басап отырып, ең алғаш қамырымызды жая бастаймыз. Қолымызбен жайып болғаннан соң, енді оқтауды алып, қамырымызды 1 сантиметр болғанға дейін жайып алу керекпіз. Одан жұқа етіп жаятын болсаңыздар, сіздерде бауырсақтарыңыз майға түскеннен кейін қатты болып қалады. Сондықтан қатты жұқа етпей жаюды кеңес беремін. 1-1,5 сантиметр жасасаңыздар болады. Ондайда майда жақсылап қыздырып ұстап тұру керек, сол кезде жақсы пісетін болады. Біз қамырымызды жайып алдық. Енді осылай стаканменен кесіп алдым. Егер де сізде өзінің арнайы формасы болса, бауырсақты сонымен кесуге болады. Артылған қамырды зуала қылып, оны да бауырсақ етіп жайып аламыз. Дайын болған бауырсақтарды осылай астына ұн сеуіп, бетін жауып, тындырып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін біздің бауырсақтарымыз әдемі болып көтеріліп алады. Содан кейін қызып тұрған майға салып пісіре берсеңіздер болады. Біздің бауырсақтарымыз пісті. Оны осындай шолпыменен алып, жей беруге болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай рецепт көргендеріңіздей. Егер видео ұнаған болса, лайк басуды, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесіде өте жақсы рецепттермен бөлісемін.